Қайырлы күн, құрметті телекөрермен, Каспий Ньюс арнасының тікелей эфирінде заңға сай. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы неке және отбасы кодексіндегі өзгерістер. Студия қонағы Атырау қалалық сотының судьясы Тұрғанбаева Найля Дүйсенбекқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, көрермендер? Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51 60 54 нөміріне хабарласа аласыздар. Және біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 701 221 1958 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Найля Дүйсенбекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып неке және отбасы кодексіндегі өзгерістер туралы. Алғашқы сауал, осы кодексте қандай өзгерістер енгізілді, соңғы өзгерістер қашан болды, соған тоқталып өтсеңіз. 2021 жылдың 20 желтоқсанында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық процесстік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заң қабылданды. Осыған орай неке және отбасы кодексіне де өзгерістер енгізілді. Атап айтатын болсақ, осы Қазақстан Республикасы аталған Қазақстан Республикасы неке және отбасы кодексінің 158 бабына өзгерістер енгізілді. Бұрын осы алимент төлеу туралы соттан тыс тәртіппен жасалған алимент туралы келісімге бұрын келісімге келуге нотариусқа жүгіну керек болса, қазіргі уақытта нотариустан бөлек медиаторға, адвокаттар мен заң консультанттар палатасының мүшелеріне жүгіне алады. Олар осы алимент төлеу туралы келісім, сол жақта алимент төлеу туралы келісімге келе алады. Яғни нотариустар алимент төлеу туралы келісім жасайды, медиатор болса медиация тәртібімен реттеу туралы келісім жасайды. Ал осы адвокаттар және де заң палатасының мүшелері, заң консультанттар палатасының мүшелері партисипативтік рәсім тәртібімен реттей алады. Мұндай өзгерістер енді халық үшін тиімді ме? Әрине тиімді. Бұрын тек қана нотариусқа баратын болса, қазір ол тек қана нотариуспен шектелмей, қазір медиаторға да, адвокатқа да, мысалы, заң палатасы мүшелерін, заң консультанттары палатасының мүшелеріне барып, осы алимент төлеу туралы келісімге келе алады. Онымен қоса, тағы да басқа да өзгерістер енгізілді. Айтатын болсақ, осы кәмелет жасына толмаған ерлі-зайыптылардың кәмелет жасына толмаған балалар бар ерлі-зайыптылардың осы және де мүліктік дауы жоқ және басқа да талаптары жоқ ерлі-зайыптылар қазір АХАЖ бөлімінде, яғни тіркеуші органда некелерін бұзуға болады. Егер ол жақта мүмкін болмаса некелерін бұзуға, онда ол сот тәртібімен бұзылады. Алайда сотқа осы ерлі-зайыптылардың бірінің некені тіркеуші органдан некені бұзудан жалтарғаны туралы дәлелдемелер, немесе осы арыз тапсырған жағдайда тіркеуші органға бір ай мерзім өткеннен кейін осы некені бұзуға келмесе, онда сот тәртібімен бұзылады. Ол туралы дәлелдемелерді, жоғарыда аталған дәлелдемелерді сотқа жеткізу керек. Енді жаңа айтып өттіңіз, некені АХАЖ бөлімі арқылы және сотқа жүгіну арқылы бұзуға болады деп. Енді онлайн түрде бір арыз беріп, талап беріп солай бұза ала ма? Онлайн қазіргі уақытта, онлайн түрде болғанда осы сот кабинеті арқылы электронды түрде талап қою арызын сотқа жолдайды. Ол қазіргі уақытта осы індетке байланысты болсын, өткен жылдан бері осы сот отырыстары онлайн режимде өткізіледі. Енді көбінесе отбасылық жанжалдар неден туындайды? Отбасылық жанжалдар көбінесе осы мінездердің жараспауы, осы нашақорлыққа
немесе алкогольдік ішімдікке әуестік, ойын құмарлық, отбасын асырамау, осы зорлық, зомбылық әрекеттерін орын алуы әсер етіп жатады. Бізге жас отбасылар, өмір тәжірибесі жоқ жас отбасылар сотқа жүгініп жатады, неке бұзу дауы бойынша. Көбінесе олар мінездерін жараспауы септігі, мінездерін жараспауын көрсетіп жатады талап қою арызында. Әрине, өмір тәжірибесі жоқ болғасын, осы бір махаббат сезімі басым болып неке құрып жатады. Алайда осы ортақ тұрмыстық әрекеттерді немесе проблемаларды шешу кезінде олар ондайға дайын емес екендігі білінеді. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Бүгінгі тақырып неке және отбасы кодексіндегі өзгерістер. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 701-221-1958 нөміріне сауалдарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Енді отбасылық жанжалдар бойынша бірнеше себептерін атап өттіңіз. Енді 2021 жылы, 2020 жыл мен одан алдыңғы жылдармен салыстырғанда енді ажырасу бойынша істер көбейіп келе ме, немесе азайды ма? Статистикаға мәліметтерге қарап осы Атырау қалалық сотының статистикасына келетін болсақ, 2021 жылы неке отбасылық қатынастарынан туындайтын даулар, соның ішінде неке бұзу бойынша 1899 талап қою арызы түскен болатын. Және де ал 2020 жылға келетін болсақ, осы 2020 жылы 1663 арыз түскен болатын. Яғни осы 2021 жылы арыздың біршама көп түскен байқауға болады. 2020 жылы аз түсу себебі мүмкін ол індеттің, осы біздің елімізде індеттің бой алғаны, сол себепті осы онлайн режимге ауысуына байланысты мүмкін осындай арыздар аз түсті. Енді некені бұзу арқылы сотқа жүгіну тәртібі бар деп айтыңыз. Сол сотқа жүгіну тәртібі қалай жүргізіледі? Осы Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 148 бабына сай болу керек. Бірінші кезекте арыз. Ол қандай бап нақтырақ? Нақтырақ ол нысаны, арыздың талап қою арыздың нысаны, оған тіркелетін құжаттар болсын, солар көрсетіледі. 148-149 бапта. Бірінші кезекте талап қоюшы сотқа талап қою арызымен жүгіну керек. Оған қоса осы мемлекеттік баж көлемін төлеуі тиіс. Қазіргі уақытта осы 2022 жылы мемлекеттік баждың көлемі 919 теңгені құрайды. Егер де осы мемлекеттік баж көлемі төленбесе, мүлдем немесе аз төленсе, онда талап қою арызы кері қайтарылады. Талап қою арызына келетін болсақ, талап қою арызында осы талап қою арызы беретін соттың атауы, осы тараптардың аты жөні, жеке сәйкестендіру номері, туған күндері, тұрғылықты мекен-жайы, абоненттік ұялы телефон, абоненттік номер көрсетілу керек. Одан кейін осы неке бұзудың себебі, ортақ балалар бар ма, бар болса қанша жаста, олар осы ортақ балаларды кіммен тұратындығы жөнінде ортақ балалар келісімге келді ма, жоқ па, осы еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайын асырауға арналған қаржыны төлеу тәртібі туралы мәселелер, алимент, кәмелет жасына толмаған балаларды күтіп бағу бойынша алимент өндіру тәртібі, ол бойынша келісімге келді ма, келген жағдайда алимент туралы келісімді сотқа ұсыну керек. Осының барлығы осы талап қою арызында көрсетіледі. Сонымен қатар талап қою арызына неке қию туралы куәлік түпнұсқасы, мемлекеттік баж төлеген туралы түбіртек, балалардың туу туралы куәлік көшірмесі, өздерінің жеке куәлік көшірмелері немесе төлқұжат көшірмелері тіркелуі тиіс.
неке қию туралы куәлігіне келетін болсақ, осы заңнама жаңа өзгерістер енгізілді. Нормативтік қаулыға неке бұзу бойынша ол жерде көрсетілген, егерде талап қою арызы қабылдағанға дейін неке қию туралы куәліктің түпнұсқасын тапсырмаса, онда талап қою арызы кері қайтарылады. Яғни жарамсыз болады. Иә. Енді некені бұзу сот тәртібімен қандай жағдайда қаралады, енді сотқа қандай жағдайда жүгінеді? Көбіне енді ахаж бөлімі арқылы да некені бұзып жатады, осы сотқа жүгіну тәртібіне қандай жағдайда жүгінеді? Егерде кәмелет жасына толмаған балалар бар болса, мүлік араларында мүлік немесе өзге де талаптар болған жағдайда, сонымен қатар ерлі-зайыптылардың біреуі некені бұзуға қарсы болса, келісімі болмаған жағдайда, немесе ерлі-зайыптылардың біреуі қарсылықтардың болмауына қарамастан өзінің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен некені бұзудан жалтарған жағдайда неке осы сот тәртібімен бұзылады. Енді некенің бұзылуына бір тарап қарсы болса деп айтып өттіңіз. Енді бұл заңмен қалай реттеледі енді? Жұбайы қарсы болып келді, әйелі немесе ері? Егер де қарсы болса, онда сотпен татуластыру шаралары жүргізіледі. Ол кезде, егерде қарсы болған жағдайда, осы жауапкер көбінесе қарсы болып жатады ғой. Ол кезде ол арыз тапсыруға құқығы бар, мерзім, осы татуласуға мерзім беру жөнінде. Белгілі бір мерзім беріледі. Иә, мерзім беріледі. Ол арыз сот кабинеті арқылы жолданады бізде. Қарсы болған жағдайда, онда сот 6 айға дейін татуласуға мерзім беруге құқығы бар. Егерде татуласпаған жағдайда қайта татуласуға мерзім сұрап жатады, сот практикасында бар, онда сот мерзім бере отырып, істің қаралуын басқа күнге бірнеше рет қалдырса болады. Ол кезде барлық осы татуластыру шаралары жүргізіледі. Алайда талап қоюшы қарсы болып, осы татуластыру шаралары өзінің нәтижесін бермеген жағдайда, онда сот шешімімен неке бұзылады. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар, және 705-221-1958 WhatsApp нөміріне сауалдарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Енді некені бұзу, енді ең соңғы шешім екені белгілі. Жаңа айтып өттіңіз, сотқа жүгінген кезде бірінші татуластыруға біз жұмыс жасаймыз деп. Осы татуластыру бағытында жалпы қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, және оның оң нәтиже бергендері бар ма? Әрине, осы талап қою арызы бастапқы кезде судья-медиаторларға түседі. Судья-медиаторлар меморандум негізінде осы психологтармен, кәсіпқой емес медиаторлармен жұмыс істейді. Осы талап қою арызы түскен уақытта 10 күн ішінде судья-медиатор татуластыру шараларын жүргізеді. Егерде тараптар бір психологиялық көмекке мұқтаж болған жағдайда, онда психологқа жолданады тараптар, психологтармен жұмысы жасалады. Яғни жан-жақты осы судья-медиатор болсын, психолог болсын, медиаторлар болсын, жан-жақты осы татуластыру шаралары жүргізіледі. Яғни судья-медиатор егерде оң нәтижесін бермеген жағдайда, яғни тараптар татуласпаса, онда судьяға түседі. Іс түскен жағдайда онымен шектелмей судьяда татуластыру шараларын жүргізеді, яғни балалардың мүддесін ескереді, немесе осы қарсылығы бар ма, тараптың қарсылығы жоқ па, олардың жауабын тыңдайды, яғни жан-жақты істі зерделейді. Сонымен қатар татуластыру шараларын жүргізу барысында татуласуға 6 айға дейін татуласуға мерзім береді. Осындай шаралар өткізіледі. Әрине өз нәтижесін беріп жатыр. Қазір судья-медиаторлар қарқынды жұмыс істеуде, өз нәтижесін беріп жатыр. Осы 2021 жылы 170 жанұя, 170 отбасы өздерінің отбасын сақтап, арыздарын кері қайтарып алды. Яғни татуластыру кезінде оң нәтижесін берді. 170 отбасы
алды, Иә. арыздарын қайтарып алды дейсіз. Қайтарып алды. Енді арада жаңа айтып өттіңіз, бала болса сотқа жүгінеді деп, иә? Енді ал ортада бала болмаса бұл ажырасу тәртібі қалай жүреді? Яғни жоғарыда атап өткендей, АХАЖ бөліміне жүгінеді. Егер де кәмелет жасына толмаған балалар бар болса, мүліктік немесе өзге де талаптар болмаса, бір-біріне деген, онда ол АХАЖ бөлімінде бұзылуға жатады. Бірақ егер де ерлі зайыптылардың қайталап өтем, осы некені бұзуға қарсы болып, немесе өзінің әрекетсіздігімен осы жалтарса, некені бұзуға тіркеуші органда, онда сот тәртібімен бұзылады. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Бізге WhatsApp желісі арқылы келген көрерменімізден сауал бар. Сәлеметсіздер ме? Заңды некеге тұрмағанбыз, ажырасып кеттік, бір қызым бар, ол әкесінің атында, екіншісіне жүктімін, босанатын уақытым жақындады. Мен алиментке аз бере аламын ба? Егер екіншімді өз атыма жазсам, алиментті күйеуім төлейме? Рахмет көрермен сауалыңызға, сізге түсінікті ғой? Маған түсінікті, әрине. Егер де өзінің атынан жазса, онда әкелікті тану бойынша бірінші осы ювеналда, яғни кәмелетке толмаған істер жөнінде сотқа жүгіну керек. Әкелігі танылған жағдайда, онда осы алимент өндіруге құқығы бар. Енді заңды некеде тұрмағанбыз дейді көрерменіміз айтады. Заңды некеде тұрмаса да, онда әкелікті анықтау бойынша сотқа жүгіне алады. Одан кейін ғана осы алимент мөлшері, алимент осы балаға өндіріледі. Яғни алимент бойынша өзінің талап арызын білдіре алады ғой. Екінші қызы өзінің атына жазса да, заңды некеде тұрмаса да. Өзінің атына жазса да, бірақ әкелігі танылса, онда сол тараптан, яғни әкесінен алимент мөлшері өндіріледі. Ол заңмен көзделген. Түсінікті, рахмет көрермен сауалыңызға, түсінікті деп ойлаймын. Егер сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар, және 705-221-1958 WhatsApp нөміріне тек жазбаша түрде ғана жолдай аласыздар. Енді алимент мәселесі де қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі. Осы алимент төлеуге жалпы өзара келісуге бола ма, және оны сотқа дейін шешу мүмкіндіктері бар ма? Мен атап өттім, осы неке және отбасы кодексінің 158 бабына өзгерістер енгізілген. Алимент төлеу туралы келісімге соттан тыс келе алады. Яғни тарап осы ерлі зайыптылар алимент мөлшерін өздері өзара айқындап, осы өзара келісімге келе алады. Бірақ ол міндетті түрде нотариалда куәландыру тиіс, немесе медиаторға бару тиіс, немесе осы адвокаттар мен заң консультанттарының палатасының мүшелеріне барып, ол жақта келісімге келу тиіс. Сонымен қатар алимент мөлшері заңда көзделген мөлшерден төмен болмау тиіс, яғни баланың бұл жерде құқығы шектеледі. Егер де екі балаға заң бойынша айлық табысынан немесе өзге де табыстан 3/1 бөлігі өндірілсе, онда 3/4 бөлігі өндірілуге жатпайды. Яғни 10 мың теңге, 20 мың теңге, мысалы, аз мөлшер ғой. Мысалға келіп айтатын болсақ, ондай алимент ол кезде баланың құқығы шектеледі, өндірілмейді. Түсінікті. Бізге келесі сауал бар, көрерменіміз жолдаған. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Менің мынандай сұрағым бар еді. 2017 жылы мен жолдасыммен заң бойынша ажырасқан едім. Сол кезде мен екі балама жолдасымнан алиментті талап етпеймін деп сот барысында айттым. Енді қазіргі таңда бір балама алимент ала аламын ба? Айырылысқан кезде екі бала болатын, кәмелетке толмаған, енді қазір 10 жаста балам. Алимент ала аламын ба дейді. Әрине, кез келген кезде неке бұзылмай жатып та, неке бұзылғаннан кейін де алимент осы кәмелет жасына толмаған балаларды күтіп бағу үшін алимент мөлшерін өндіре алады. Қазір 10 жаста болса да кеш емес, 18 жасқа дейін алимент өндіріледі. Әкесінен болсын, анасынан болсын, алимент өндіруге құқығы бар. Енді көрерменіміздің сауалында айтады, 2017 жылы негізі өзім айттым дейді, мен алиментті талап етпеймін деп, соттың барысында айттым дейді. Бірақ енді кейін өзінің шешімінен айнып жатыр ғой. Қайтадан талап енді бас тартса да, тартпаса да, бұл жерде бірінші кезекте кәмелет жасына толмаған баланың мүддесі ескеріледі. Егер де
алиментке беріп жатса, алимент өндіруге беріп жатса, сот бұйрығын шығару туралы арызда, онда алимент өндіріледі. Яғни бұл кісі қайтадан өзінің талабын арызын беріп бас тартқаны ешқандай себеп болмайды алимент. Енді ортада 2 бала бар деп айтып өтті. Екі баланың біреуіне ғана талап ете алады ғой. Ол өз еркі ғой. Енді арызда көрсетеді, осы қазір сот бұйрығымен өндіріледі алименттер. Сот бұйрығын өндіру жөнінде, кәмелет жасына толмаған балаларды күтіп бағу жөнінде сот бұйрығын шығару туралы арызда, яғни бір баланың аты жөнін көрсетсе болады, ол өзінің құқығы әрине. Рахмет, көрермен сауалыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы ажырасу кезінде ерлі зайыптылардың бірі шетелде тұрса делік, бұл некені бұзу жағдайы қалай шешіледі? Егер де осы шетелде тұрған жағдайда, яғни осы ерлі зайыптылардың бірінің бірі Қазақстан Республикасының азаматы болған жағдайда, немесе осы шетел азаматы баста осы Қазақстан Республикасында тұрған жағдайда, некесі осы Қазақстан Республикасында қиылған жағдайда, онда неке осы Қазақстан Республикасында бұзылуға жатады. Яғни шетелдегі азамат міндетті түрде некені бұзу үшін елге келу керек қой. Онда біз сот практикасында қаралып жатады. Басқа елдің азаматтарымен некелерін бұзып жатады. Ол кезде бізде қазір WhatsApp желісі бар. WhatsApp желісі арқылы қосамыз. Жауапкерді онлайн байланысы арқылы қаралады. Іс егер де некесін бұзуға қарсы болмаса, онда онлайн түрде осы электронды почта арқылы болсын, немесе осы WhatsApp желісі арқылы болсын, өздерінің арыздарын жіберіп жатады. Мен қарсы емеспін некені бұзуға деп, басқа мүліктік болсын, басқа да талаптарым жоқ деп, ол кезде некелері бұзылады. Яғни онлайн қарауға болады ғой. Қандай жағдайда міндетті түрде келу керек ол елге? Әлде ондай бір шарт жоқ па? Ондай бір шарт жоқ қазіргі уақытта. Түсінікті. Енді жаңа айтып өттіңіз, ерлі зайыптылардың қандай жағдайда ажырасатын себептерін, енді сіздің практикаңызда көбіне қандай істер қаралды өз тәжірибеңізде? Өз тәжірибемде енді көптеген мен өзім бір жыл осы отбасы судьясы болдым. Неке бұзу, мүлік дауы бойынша дауларды қарадым, алимент өндіру бойынша көптеген тәжірибелер болды. Яғни жалпы атап кететін болса, осы біздің сотқа 25-30 жас аралығындағы тараптар некелерін бұзуға беріп жатады, мінездерін жараспауын көрсетіп жатады. Және де осы өкінішке орай 60 жастан 70-ке таяп қалған жастары азаматтарды, ерлі зайыптылар некесін бұзу жөнінде талаппен жүгініп жатады. Ондай практика болды өткен жылы, яғни 2021 жылы мен практикамда іс қаралды. Осы Атырау қалалық сотының өндірісінде іс қаралды. 70-ке таяп қалған апамыз осы талап бойынша арызын берді. Отау құрғанына 30 жыл болған, бірге 30 жылдан бері бірге тұрып келіп, осы некені бұзуға бел буып, осы талап бойынша арызымен сотқа жүгінген. Оның бір себебі жұбайымен, зайыбымен келіспеуі, өзара келіспеушілік орын алған, яғни көп жылдан бері бір жиналған реніш. Бірақ некені бұзуға олардың өзінің балалары да қарсы болды. Алайда сол себепті осы тараптарға 2 рет сот тарапынан татуласуға мерзім берілді. 2 рет 1 ай, бірінші рет 1 ай, екінші рет 2 ай. Алайда өз нәтижесін бермеді. Сол себепті өкінішке орай осы сот шешімімен некелер бұзылды. Көбіне енді неше жастағы отбасылар сотқа жүгініп жатады? Жоғарыда айтқандай 25-тен 30 жас аралығында. Және де бір 60 жастан асқан азаматтар, 60 жасқа толған азаматтар неке бұзу туралы арызбен жүгініп жатады. Яғни көбінесе осы жастарымыз ғой көбінесе талап арызымен жүгінетін, өмір тәжірибесі жоқ дегендей, көп уақыт өмір сүрмеген, неке қиылғаннан кейін бір ай тұрып, одан кейін 1 жыл тұрып некелерін бұзып жатады. Сондай азаматтарымыз осындай талап арыздарымен сотқа жүгінеді. Түсінікті деп ойлаймын. Енді бізге Facebook желісі арқылы келген көрерменімізден сауал бар екен. Сәлеметсіздер ме? Уақытша жұмыссыз қалған адам алимент төлей ме дейді?
Уақытша жұмыссыз қалған адам алимент төлеуден босатылмаған, әрине алимент төлейді. Орташа айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен айқындалады алимент мөлшері. Яғни босатылмаған, өйткені бұл жерде кәмелет жасына толмаған баланың құқығы шектеледі. Енді көрермен жалғастырған екен, алиментті қалай төлейді, ақшаны қайдан табады дейді. Енді белгілі бір сотқа мысалы қағаз тапсыру керек па, бір құжат тапсыру керек па, менде осындай уақытша жұмысым жоқ деген сияқты енді. Или немесе ол жиналып тұра ма? Яғни алимент берешегі егерде мүлдем табыс көзі болмаса, онда алимент берешегі жиналады, әрине. Ол сот орындаушылар, енді сот орындаушының жұмысы ғой. Сот орындаушылар осы алимент берешегін бір ай сайын анықтап отырады, яғни жиналады. Түсінікті деп ойлаймын. Құрметті көрермен, егер сауалдарыңыз болса, 516054 нөміріне хабарлассаңыздар болады, және біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдыра аласыздар, және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705-221-1958 нөміріне сауалдарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Енді жаңа айтып өттік, ерлі зайыптылардың бірі шетелде тұрса, қандай жағдайда бұл іс қаралатын, енді өмір болғаннан кейін енді түрлі жағдай орын алады. Егер де азаматтың біреуі жазасын түрмеде өтеп жатса, ажырасу тәртібі қалай болады? Егер де осы Қазақстан Республикасы неке және отбасы кодексінің 17-ші бабында көрсетілген, ол жағдай яғни сот үкіммен 3 жылға дейін мерзімге сотталған жағдайда, онда осы кәмелет жасына толмаған балалардың бар жоқ екендігіне қарамастан ахаж бөлімінде, яғни тіркеуші органда бұзылады. Егерде араларында тараптардың мүлік дауы болып жатса, онда сот тәртібімен бұзылады, немесе осы 3 жылдан астам мерзімге сотталып жатса, сот үкіммен онда сот тәртібімен бұзылады. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Бізге WhatsApp желісі арқылы келген көрерменімізден сауал бар. Сәлеметсіздер ме? Ажырасқан ата-ананың баласы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары оқу орнына түсе ала ма? Жоғары оқу орнының тарапынан қандай да бір талаптар отбасылық жағдайына байланысты бола ма дейді. Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Ондай заңмен көзделмеген, егерде бір ата-ана өсіп жатса, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына түсе алмайды деген ондай шектеу жоқ. Әрине түсе алады, егерде білім бар болып тұрса, егерде дайындалса, әрине түседі. Ол отбасылық жағдайына байланысты? Отбасылық жағдайына мүлдем ешқандай қатысы жоқ. Енді ерлі зайыптылардың арасындағы мүлікті бөлу тәртібі көбіне жиі кездеседі. Азамат ерлі зайыптылар енді осы мүлікке байланысты дауға көп ұшырайды. Осы мүлікті бөлу туралы заңда не айтылады, соған тоқталып өтсеңіз? Мүлікті бөлу, яғни бірінші кезекте неке шартына келетін болсақ, осы тиімділігі жөнінде өткен жылдан бері, біраз уақыттан бері айтып жатырмыз тиімділігін, бірақ біздің бұл қоғамымызда дамымаған ондай жағдай. Бұл неке шартында неке тұрғанға дейінгі азаматтардың немесе ерлі зайыптылардың мүліктік және де мүліктік құқықтары мен міндеттері айқындалады. Неке тұрмастан бұрын қандай мүлік, жинап терген мүлік кімде қалатын жөнінде болашақта, немесе некеге тұрған кезде қай мүлік кімде қалатын жөнінде көрсетіледі. Егер де сондай бір неке шартын құрса, неке бұзылған жағдайда, енді өмір ғой, некелер бұзылып жатады әрбір бір жағдайға байланысты. Онда осы мүлік дауы туындамайды болашақта. Мүлікті бөлу туралы арыздың саны да азаяды соған байланысты. Бірінші кезекте осыған тоқталып өттім. Енді әрине неке бұзылғаннан кейін мүлік даулары, басқа да бір даулар туындап жатады тараптардың арасында. Мүлік дауын бойынша талап қою арызында бағана осы Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодексінің 148-149 баптарына сәйкес келу керек нысаны. Онымен қоса осы бағалаушы лицензиясы бар бағалаушы органдарға жүгіну керек мүліктің нарықтық құнын анықтау үшін.
ол нарықтық құнын анықтаған жағдайда сотқа мүлікті бағалау туралы қорытынды, бағалау анықтамасы, сонымен қатар, егер де мүлікті бағалау мүмкіндік болмағанда, онда мүліктің орташа нарықтық құнының анықтамасы, ақпараттық анықтама сотқа тапсырылады. Және де осы бөлінетін мүліктің орташа нарықтық құнынан сонымен қатар 1% мемлекеттік баж төленеді. Егер де бұл талаптар сақталмаса, аталып кеткен, онда сотпен талап қою арызы кері қайтарылады. Сонымен қатар осы мүлікті бөлу туралы талаптарды қарау барысында балалардың да, кәмелет жасына толмаған балалардың да мүддесі ескеріледі, әрине. Және де талап қою арызында бір атап кететін мән-жай, қандай мүлік бөлінетін жөнінде. Нақты көрсетілу керек. Оның құны, әр мүліктің құны көрсетілу тиіс. Және де ол мүлік кімнің иелігінде қалады? Талап қоюшының ба, жауапкердің ба? Кімнің пайдасына осы мүліктің құнынан ақшалай үлесі өндіріледі. Осының барлығы талап қою арызында көрсетіледі. Енді ерлі зайыптылардың екі жаққа кететін жағдай болғанда, араларында бір несие болса, немесе үй кепілге алынған болса, бұл қалай шешіледі? Егер де несие бар болса, осы ортақ некеде алынған несие болса, онда ол ортақ несие болып танылады, әрине. Егер де тараптардың арасында неке қатынастары тоқтаған кезде осы несие алған тарап, яғни ерлі зайыпты, қанша мөлшерде осы несиені төлесе, ол кейін соның тең жартысы осы сот шешіммен басқа ерлі зайыптыдан өндірілуі мүмкін. Әрине, ол үшін осы несие алған ерлі зайыпты осы талап қою арызымен сотқа жүгінуі тиіс. Енді біздің қоғамдағы неке шартының рөлі деген қандай, соған тоқталып өтсеңіз? Жаңа атап өттім, яғни тиімділігі өте көп, бірақ айтып отырмын, біздің елімізде, біздің қоғамымызда ол дамымаған, бірақ тиімділігі өте. Негізі заңда ол бар ғой, неке шарты деген арнайы бөлім бар. Неке шартына, ол неке шарты дегеніміз не? Яғни мүлік тараптарын некеге тұратын адамдар, немесе некеге тұрған адамдардың осы мүліктік және мүліктік құқықтары мен міндеттерін айқындалу болып табылады. Яғни осы некеге тұрмастан бұрын немесе неке кезінде осы неке шартына тұрса, онда неке бұзылған жағдайда, онда барлығы қарастырылады, келешекте мүлік дауы туындамайды. Түсінікті. Найля Дүйсенбекқызы, біздің бүгінгі тікелей эфирге келіп, көрермен сауалына біздің сауалға жауап бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі заңға сай хабары осымен аяқталды. Әр аптаның бейсенбісінде арна қосулы болсын. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.